Ассалаумағалейкум қазақ елі, біздер Шарифовтар отбасы, аудандық бақытты отбасы сайысына қатысқалы отырмыз. Біздер сіздерге 5 асық қазақтың ұлттық ойынын көрсететін боламыз. Бұл ойынды ойнау үшін жалпы 5 кішкентай пішінді асық немесе 5 кішкентай пішінді тас керек болады. Қызым, бұл ойын ережесін саған түсіндіріп жіберейін. Бұл ойында біздер бірінші асықты көңге лақтырамыз. Біреуін алып, лақтырып, екіншісін ұстап алу керекпіз. Бұл кезең бірлік деп аталады. Осы сияқты екілік, үшілік, төрттік деген кезеңдерде бар. Енді қызым жоғарыға лақтырып көрші сен. Лақтырды, ұстап ал. Бірінші солай үйрен. Лақтырып, ұстап ал үйрен. Лақтырып, ұстап ал тағы. Молодец, жарайсың. Енді бұл асықтың, бұл ойынның пайдасы баланы ептілікке, қолдың моторикасына, жылдамдыққа үйретеді. Әне қызым, бәрекелді. Қызым, ертеден біздің ата-бабаларымыз, қазақ халқы балаларды кішкентай кезінен еңбекке баулыған. Әсіресе өзің сияқты кішкентай қыздарға мынандай кесте тігу, тоқыма, құрақ көрпе жасау, осылардың барлығын бала кезден ерте жастан бастап үйреткен. Мінекей мына құрақтарды негізінен осындай қалдық маталарды әдемі етіп ою өрнектер салып, ысырап болмас үшін оларды да кәдеге жаратып осындай құрақ көрпелер жасаған, жастықтарға салған. Сонымен қатар кесте тігу, мінекей кесте тігу бұл қыз баласына тән. Әр кестені көңіл сызады, қол сала тігеді, жаңағыдай әдемі етіп пішіндерге салып, сонымен қатар оларды тігіп мән-мағынасына қарай жорып отырған. Мінекей біздер сен екеуміз отырып, мінекей қандай жасадық бұл бізде? Көбелек, бәрекелді, көбелектің бейнесін сыздық. Кейін өзіміз қалаған түстерді таңдап, мына жерде сен жасыл түс және сары түс таңдадың. Сонымен осылай кесте тіккен, біздің тіккен кестеміз айқас тігу деп аталады. Мінекей қарап көр. Оқыр. Бәрекелді, мұн жағынан аламыз. Мінекей. Жарайсың. Міне осылай отырып біз әдемі етіп өзіміздің көбелектерімізді тігеміз, иә? Ал кеттік. Иә? Миқтан шыншығын төгіліп жерге. Әжелеріміз осылай әндете отырып керемет етіп кестелерін тіккен.